Всем доброе утро, қалайсыңдар достар? Менде бәрі жақсы. Кеше андай сторис салып қойдым да, енді өзім мінезім туралы жазып, типа, саған переживать етіп кетіпсіңдер ғой, типа, Дана, ты чё такое говоришь? Все нормально, негізі. Просто по факту айтқаным ғой, негізі деп ше. Вдруг біреуге менің сезімдерім ашқаным ұнамайтын шығар дегенім ғой. Сол, мен қазір Байсеркеге кетіп бара жатырмын. Бүгін бізде Байсеркинский день болып тұр, короче. Всем удачного дня. Қайырлы күн, баршаларыңыз қалайсыздар достар? Рамазан айы баршаларыңыз қабыл болсын. Кеше енді мен историяда ұмытып кеттім мүлдемше салатынымды. Тәтеге операция жасаған көзін көріп тұрған жасырып қызарып тұр. Яғни көзінің ішіне ет өсіп кеткен, соны кесіп алды, лазермен алады деді, бірақ лазерға келмейтін өйткені асқынып кеткен, тамырлап кеткен, сол үшін сложный операция болды. Бірақ операция ойдағыдай өтті. Қазір екінші несіне келдік, осмотрына келдік, бәрі жақсы деп жатыр. Бір аптадан кейін құдай қаласа жіпті алатын болады. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін екінші күн осмотрдан келе жатырмын врачтан. Рахмет, жекеме жазып жатырсыздар, жауап бере алмай жатырмын. Мына көзіме операция жасаттым. Енді осы 2-3 күн осылай ауырады деді. Көздің ішінде ет өсіп кеткен. Оны кішкене өсіп жатқан кезде сразу лазермен алдырмасаңыздар, менікі вообще тамырлап кеткен, оң көзге қарай шапқан. Сондықтан да операциямен алды, лазермен емес. Ертең енді бір аптадан кейін жібін алатын болады. Жаймендеп жұмысын жасап жатырмын үйде, офисқа пока бара алмаймын. Барлық сұрақтарыңызға чуть позжедан кейін жауап беретін боламын. Рахмет уайымдап жатқандарыңызға, жандарым сол. Бірінші Алла, екінші сіздердің дұға тілектеріңізбен жақсы болып жатырмын. Сіздердің барларыңызға шүкір. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Ал бүгінгі күндеріңіз жақсы, сәтті басталып, берекелі, жемісті, табысты бір күн болсын. Бүгін таң атпай ерте тұрып алдық. Қазір дос баламен бірге қалаға жұмыстарына ұшу керек сразу. Қазір чай қойдым, чай тамағымызды ішіп алып, үшім кетеміз. Погода енді бүгін күшті болып тұрған жақ, терезеден қарасам. Осылай күн шығып, құстардың дауысы шығып жатыр. Әдемі погода сияқты. Ал күндеріңіз сәтті өтсін. Ал ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар достар, амансыздар ма, не істеп жатсыздар? Бүгін көрісу айт күні, сондықтан барлықтарыңызға ассалаумағалейкум деп тағы да амандасам. Қазақстандықтар бар, қарақалпақстандықтар, қырғызстандықтар, өзбекстандықтар, жалпы біздің қазақ еліне жақын туыс елдердің барлығына ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Достар, енді басқа жақтар қалай қарсы алатынын білмеймін. Осы 14 наурыз мейрамын біздер 14 наурыз көрісу күнін өте қатты қарсы аламыз Батыс Қазақстан. Бала кезімізде біздер даже мектепке сабаққа бармастан көрші көлемге, ауыл аймаққа үйлеріне кіріп көрісіп, мынадай бауырсақ, конфет, в общем, сондайлар алып шығатынбыз өйстіп. Полный пакет қылып жинап, балдар бір-бірімізден жарысатынбыз ғой, датабы. Вот сондай болды да біздің көрісу күніміз бала кезімізде. Ал қазіргі балдарда қайдам ондай жоқ шығар деп ойлаймын. Жоқ сияқты ондай.